ғасырдағы ең алғаш шаңғының үлгісі бүгінгіден әлде қайда өзгерек. Бірінің ұзындығы 3 метр болса, екіншісі одан қысқа болған. Қысқасымен итеріліп, ұзынымен жылдамдықты арттырған екен. Ал бүгінгідей өлшемі бірдей шаңғының үлгісі тек 1700 жылы пайда болған. Қайырлы таң көрермен, өздеріңіз түсінгендей, бүгін дәл осы спорт түрі жайлы айтамыз. Ендеше кеттік. Шаңғыны таңдаған кезде бойыңыз бен салмағыңызға мән беріңіз. Тау шаңғысының ұзындығы сіздің бойыңыздан 20 сантиметр қысқа, ал жарыс пен серуендеуге арналған шаңғы 10-15 сантиметрге ұзын болуы тиіс. Шаңғы тебуді енді үйренгендер тағы нені ескеруі тиіс? Шаңғы таңдағанда екіге дейін таңдайсыздар. Ұзындығы неге дейін келу керек. Содан кейін салмағыңыз мысалы 40-50 килограмм болсаңыз 10 килограмм төмен болады. Аз болу керек 10 килограмм. Себебі құлаған кезде шаңғы шығып кету керек. Травма алмау үшін. Құлап бір жеріңізді ауыртып алмау үшін, сол үшін шаңғы құлаған кезде шығып кетеді. Автоматты түрде. Енді бірден шаңғыға тұрамын десеңіз қателесесіз. Әр қимылға аса мән беріп, техникалық тұрғыда дұрыс орындау үшін арнайы дайындық қажет. Ең бірінші құлауды үйренеміз, артқа емес, алдыға емес. Сол иық или оң иық. Кішкене отырамыз, и сол жаққа құлаймыз. Отырып құлаңыз. Құлаған кезде, мысалы, например, сіз дұрыс құладыңыз. Құлаған кезде қол тіреуге болмайды. Потому что сіз деген қолыңызды ауыртып алуыңыз мүмкін әбден. Сол үшін осылай құлаймыз. Сол тұрған кезде кішкене осылай көтерілеміз и бұлай алдыға жылжимыз. Алдыға, бұлай, алдыға. Маған қарай жүресіз, аға. Молодец, керемет, ғажап. Көрдіңіз қалай? Шаңғы спорты аяқ-қол, дене бұлшықеттерін шынықтырады. Тыныс алу мен жүйке жүйесіне оң әсер етеді. Ерекше балалардың денсаулығын жақсартуда да қысқы спорттың пайдасы зор. Біз барған орталықта аутизм, сал ауруы, даун синдромы бар бүлдіршіндер аталмыш спорт түрін үйреніп, жаттығып жүргенін көрдік. Алматы қаласы әкімдігінің бастамасымен 2015 жылдан бері науқас балалар үшін үйірме тегін қызмет етіп келеді екен. Желтоқсан сайын бізде ең аз дегенде 400 бала жуық өтеді. 2015-тен 2022 жылға дейін санайтын болсақ, 7 жылда 2800 баланы бейімдеуден өткіздік. Бір бала күніне бізде аптасына дүйсенбі мен жұма аралығында күніне 2 сағаттан бейімдеуден өтеді. 10 сағат. 5 күнде 2 сағаттан 5 күнде 10 сағат. Тегін тамақ балалар бірінші заход сағат 9-да келеді. Сразу инструкторлар лыжаға алып кетеді. 1 сағатта дайындалғаннан кейін легкий перекус, чай, печенье, конфетки, сэндвич. Одан кейін 2 сағат тағы да катать етеді. Сағат 11:30-да астына ыстық тамақ келеді. Ыстық тамақпен тамақтандырып, сағат 12-де үйлеріне қайтады. Трансфер бәрі қарастырылған. Самат Ысқақов 2015 жылдан бері отбасылық тау курортында нұсқаушы қызметін атқарады. Ерекше бүлдіршіндер шаңғыға тұрған сәтте бойымды қуаныш кернейді дейді маман. Нұсқаушылар дамуында ауытқуы бар балаларды алдымен киіндіріп, кейін шаңғыға тұрғызып жетектеу арқылы жаттықтырады. Ал тым ерекше күтімді қажет ететін балаларды тіпті көтеріп сырғанауға үйреткенін көрдік. Бағдарлама 10 күнге созылады. Осы уақыт ішінде балалар бір қатар жаттығуды үйреніп, денсаулығын жақсартады екен.